Армысыздар. Латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін таныстырамыз. Бүгінгі хабарымызда Л әрпіне тоқталамыз. Ол латын қарпіне негізделген қазақ әліпбиіндегі 14-ші әріп. Л әрпі ең көне әріптердің бірі. Жалпы латын әліпбиі біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырда қалыптасқан кезде әуелде 21 әріп болған. Сол 21 әріптің ішінде Л әрпі де бар. Ол латын графикасын қабылдаған барлық елдерде осылай таңбаланады. Дыбысталуы да бірдей, яғни Л деп айтылады. Қазақ әліпбиінде біз оны Л деп дыбыстаймыз. Қызықты ақпарат. Л сондай-ақ әріп қана емес, санды да білдіреді. Ол рим санында 50 санын осылай таңбалайды. Л әрпі дауыссыз дыбыс. Ол сөздің басында да, ортасында да және соңында да кездесе береді. Мысалға, лашық, лағыл, шелек, піл деп кете береді. Сондай-ақ Л әрпінен басталатын кірме сөздер қазақ тілінде жетерлік. Мәселен, лак, лента, лимон. Л әрпімен басталатын кісі есімдері де көп. Лашын, лаула, леспек дегендей. Л әрпінен басталатын есімдердің ішінде қазақ өнеріне өлшеусіз үлес қосқан бір есім бар. Ол Латиф Хамиди. Латиф Хамиди композитор, педагог, этнограф, қазақ КСР-ның халық әртісі, КСРО композиторлар одағының мүшесі, қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Ол 1906 жылы Ташкентте дүниеге келіп, Мәскеуде білім алған. Ал шығармашылық жолы өмірінің соңына дейін Қазақстанмен тығыз байланысты. Ол алғашқы еңбек жолын қазақ драма театрының оркестрінің дирижерлығынан бастайды. Онан кейін ұлт аспаптар оркестрінің жетекшісі қызметін атқарады. Қазақтың ұлттық музыкасымен етене жақын танысқан композитор халық әндерін алғаш нотаға түсіреді. Оркестрдегі ауыл жастарының музыкалық сауатын ашып, домбыраны нотамен ойнауды үйретеді. Тіпті домбырада үйрену мектебі атты алғашқы оқулықты жазып шығады. Ол домбырадан бөлек басқа да аспаптарға арнап сүбелі шығармаларды дүниеге әкеледі. Оны қазақ вальсінің авторы санайды. Латиф Хамиди Қазақстанда тұңғыш рет вальс жанрын енгізіп, қазақтың ұлттық әуенімен ұштастырған. 1940 жылы шыққан әйгілі қазақ вальсінің тұңғыш орындаушысы КСРО халық әртісі Күләш Байсейітова болатын. Латиф Хамидидің халықтың жүрегіне жеткен тағы бір танымал туындысы әйгілі Бұлбұл әні. Қазақтың бұлбұлы атанған Бибігүл Төлегенованың орындауындағы бұл әнді білмейтін қазақ кемде кем. Бұлбұл әні Бибігүл Төлегенованың төлқұжатындай болса, әннің өзі халық әні сынды мәртебеге ие болған. Ал оның авторы Латиф Хамиди. Осындай тамаша туындылар барда, әлбетте композитордың есімі өлмейді. Өнер оның есімін өміршең етті. Латиф Хамиди қазақ даласын кезіп, ел жерді аралап, қазақ халық музыкасын жинаған. Гастрольдік сапарларында көптеген халық әндерін нотаға түсіріп зерттеген. Әсіресе оның қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының шығармашылығын дәріптеуде еңбегі орасан. Ол Абайдың немересі Әрхам Ысқақовтан ақынның айттым сәлем қаламқас, амал жоқ қайттым білдірмей, бойы бұлған, желсіз түнде жарғай, сен мені нетесің, қор болды жаным, ішім өлген сыртым сау, қараңғы түнде тау қалғып, өлсем орным қара жер сыз болмай ма, сегіз аяқ пен желсіз түнде жарғай әндерінің екінші нұсқаларын, ал Әуезовтен мен көрдім ұзын қайың құлағанын әндерін жазып алды. Сөйтіп Абайдың 18 әнін жазып алады. Осы шығармалар кейін Ахмет Жұбановпен бірлесе жазған Абай операсына негіз болады. Абай операсы қазақ опера өнеріндегі шоқтығы биік туындылардың бірегейі. Театр труппалары бұл шығармамен тек ел ішінде ғана емес, шетелдік гастрольдерде де әлем халқын тәнті етуде. Композитордың Ұлы Отан соғысы жылдары жазған «Аттаныңдар майданға», 8-ші гвардия дивизиясының әні, «Батыр қыз», Нүркен әндері тыңдарманның қаһармандық сезімге бөлетіні рас. Халықтың саф өнерін биіктеткен, оны оркестрге қосқан ұлы композитор өмірінің соңына дейін өнер жолында ізденіспен өтті. Ол 1983 жылы Алматыда дүние салды. Қымбатты көрермендер, бүгінге осы, келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.